Өте дәмді дұрыс тамақтануға арналған рахат лукум дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге осы заттар қажет болады. Желатин, менде байқағандарыңыздай, халал. 12 грамм желатинға 45 грамм суық су құйып, араластырып, бұқтырып қоямыз. 200 грамм сүзбемізге, яғни творогымызға 70 грамм қаймақ қосып, оған 40 грамм бал қосып, жақсылап араластырамыз. Бал болмаса, құмшекермен алмастырсаңыздар болады. Бәрін жақсылап араластырып дайындап алған соң, қосатын кепкен өріктерімізді бәрін турап дайындап аламыз. Желатинімізді микроволновкада ерітіп қостық, 1 грамм ванилин қостық, бәрін жақсылап араластырамыз. Микроволновка болмаса, водяной баняда ерітсеңіздер болады. 50 грамм финигімізді турап қостық, 50 грамм жүзім қосамыз, 50 грамм миндаль, 50 грамм грек жаңғағы және 25 грамм фисташки қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң, салатын ыдысымызды дайындаймыз. Ішіне пищевой пленка төсетін, кейін шығарып алуға ыңғайлы болу үшін. Барлығын жақсылап салып, біркелкі қылып нығыздаймыз. Арасында ауа шығып кету үшін кішкене қақсаңыздар болады. Бетін жауып, тоңазытқышқа 6 сағатқа немесе 1 түнге қойып қоямыз. Өте дәмді, міндетті түрде дайындап көріңіздер.